Ал сәлем достар, сіздермен бірге Алихан Про. Енді мен бүгін осы видеода топ 5 керемет модтарды көрсетемін. Онда кеттік достар. Енді осы бірінші модта бізде өте керемет дрон добавить етеді. Әне осындай бір күшті дрон. Ал үшін дронды жасау үшін бізде мына жерден былай. Ана жерде осыны аламыз да, сосын оны қоямыз былай. Міне. Сосын бізде дрон шығады. Оны сосын бір вәле. Мынау мен басып ұстап тұру керек пе? Тоқтай тұр. Бізге деген сонда бірдеңе керек. Міне. Мынау ма? Бірдеңе мен басып ұстап тұрса, онда ол ұшады. Жарайды. Онда біз бастай берейік, онда модты не. Осындай бір новый заттар давать етеді. Микроконтроллер, еще Iron Rod, тағы контроллер, тағы контюжный шлем. Негізі соны солай айналдырып тастасам, бұл осындай бір какой-то вермаска. Достар, ол үшін оларды ұшыру үшін бізге мынандай команда жазу керек. Қараңдар. Function. Сосын осындай player drone in VR, info drone, activate деп жазамыз болған. Онда сіз деген оны өшіргіңіз келсе, онда deactivate деңіз. Міне қазір енді ұшу керек бір бәле. Сәлем. Ұшса енді. Осындай. Жайт. Еще тағы да бізде бұлай кисе болады. Осылай кигеннен соң енді біз оны бұлай басқара аламыз. Қараңыздар. Осындай бір VR шлемді киіп алсаңыз, осылай күшті басқара аласыз. Достар, осындай бір күшті мод, ссылка в описании. Жазып алыңыздар. Сілтеме төменде ол. Міне осылай ұшса болады. Сосын сізден тоқтатушы мұнан алып тастайсыз, мына таяқты. Сол таяқпен басқарасыз, мына контроллер деген. Онда алып тастаса, ол қозғалмайды. Оны тоқтату үшін бізге мына шлемді шешу керек. Сосын енді кішкене күтеміз. Что-то ол бір түрлі. Міне мен осылай шықтым одан. Міне осындай бір керемет мод. Ссылка в описании, жазып алыңыз да ойнаңыз. Жарайды, онда біз келесі модқа обзор жасайық. Онда кеттік достар. Достар, бұл енді осындай келесі мод. Бұл модта енді бізге новый 3 тағы да осындай бір мотоциклді давать етеді. Мысалы, мынау дем Мейрун деп аталады. Warhammer RX 115. Мынау ақ түсті, мына қызыл. Менден бірақ қызыл түсті көрінеді. Осындай. Енді мынау ақ. Тағы да бізден бұл деген сонда осындай қалай сұрма жүріп көрейік, қараңыз. Ол енді шын өмірде сияқты жүреді, қараңыз. Осылай, бұрылады. Күшті мод, достар, ссылка описаниеде. Жазып алыңыздар осындай мықты модты. Қазір мен түсіп алайын. Енді давайте қызылды көрейік. Міне қызыл да әдемі. Осындай бір күшті мод. Осындай бір мотоциклді давать ететін. Мұнаны көрейік біз. Осылай, бұлай. Көбірек жүріп келейік. Міне. Осылай. Міне. Еще оның осындай бір какой-то номер бар екен. XK15 дейді. Ал қалғандарында басқаша ма номер? Қазір көретін. Бұда... жоқ. Мұнада R115. Бір-біріне ұқсамайды екен, қараңыздар номерлері. Мынада F11. Түсінікті, осындай бір керемет мод. Еще қараңызсаңдаршы, мындай дөңгелегі домалық. Күшті достар. Жазып алыңыздар осы модты, керемет мод. Жарайды, онда біз келесі модқа көшейік достар. Міне достар, енді бұл осындай үшінші ең топовый мод. Бұл енді модта ден бізде новый анимациялар давать етеді. Осылай бізден осылай астыға қарап екі рет shift бассаңыз, сіз отырасыз.
қараңыз. Тоқтаңыз достар, біз қазір былай shift'ті астыға қарап 2 рет бассаңыз, онда сіз былай тоқтаңыз достар. Міне, сіз осылай, бізгеден астыға қарап, сосын тағы да отыру керек. Сосын бізде осындай бір күшті анимация, достар. Осындай бір керемет анимация. Онда аспанға қарап, сосын жатса болады. Осындай бір, мысалы, мынандай бір нубтың өмірі или бұл. Любы төсекте осылай, или былай секіріп, сосын отырасыз былай. Не? Осындай бір күшті мод, обязательно жазып алыңыз. Керемет топ модты. Тағы да бұл модта еңбектеуге болады, бірақ мен оның қалай істейтінін білмеймін, артқа қарай ма или былай қалай ма. Бірдеңе қылып, ол еңбектейді, достар. Бірақ мен білмеймін қалай істейтінін. Міне осындай, зато менде 2 күшті новый анимацияны көрсеттім. Тағы да мен отырып көрейін, қараңыздар. Ал жарайды, достар, онда біз келесі модқа көшейік, достар. Онда кеттік. Бұл енді осындай 4-ші мод, бұл да ең топовый мод. Бұл модта енді біз осылай мобтарға айнала аламыз. Осындай бір керемет мод, қараңыздар. Мысалы, мен мынаған айналғым келеді. Енді біз оны киіп аламыз ба? Бұны біз басып ұстап тұрамыз да, сосын қазір айналамыз. Міне, біз енді спрутқа айналып кеттік. Осындай. Осындай мен скинім бір түрлі. Давайте енді мен осындай бір сиыр, тағы да ифрит, тағы да аққала, слаймға айналып көрейік, давайте. Міне, мен де ең бірінші сиырға айналғым келеді. Қараңыздар, мен кәдімгідей сиырмын. Кәдімгі сиыр ғой. Жат. Онда мен ифритқа айналып көрейін. Мәссаған датабомына анимациясын жасаған, достар. Осындай бір керемет мод, достар. Сіздер де жазып алыңыздар. Ссылка в описании. Ал жарайды, онда мен осылай. Мен аққала болдым. Сәлеметсіз бе? Аққалалар қар лақтырады, олардың қар лақтырған анимациясы бар ма? Жоқ, жарайды, бола берсін. Онда мен слаймға айналайын. Датабомен қатты секірем, қараңыздар. Сондайға дейін жасапты. Бірақ мен бір мұсы. Мен күші бір жазуға береді, өкінішке орай. Ал жарайды, онда видео түсіре берейік. Онда мен қазір шошқаға айналайын. Сәлем, мен шошқам. Жарайды. Енді кімге? Давайте NPC, тағы мынандай. Големға айналып көрмедік бе? Давайте голем. Мәссаған, достар, қараңыздар. Мен дәу болып кеттім. Бірақ ұрғанда анимациясы жоқ екен, өкінішке орай. Давайте зомби. Сіздерден осылай осы модты жазып. Қараңыздар, мен өртеніп жатырмын. Еще ұрудың анимациясы бар. Осы модты жазып алып, пранк жасаса болады. Давайте. Ал адамға қайтан өзінің скиніне айналу үшін Стивтің беті тұрғанды аласыз да, сосын қайтан қалпына келесіз. Осындай бір керемет мод, достар. Сіздер де жазып алыңыздар. Ссылка описаниеде, достар. Ал жарайды, онда біз келесі модқа көшейік. Міне, достар, біздеден осындай 5-ші соңғы мод. Енді бұл модта біздеден осындай бір күшті блок дават еді. Бірақ оны мына жерден алмайды. Бізге дейін ол үшін команда жазу керек. Біз қазір жазамыз осылай. Біз div собачка p, сосын біз блок клонер. Тоқта. Тоқтаңыз. Немене жазылып бітті? Клонер. Міне, бізге осылай жазу керек. Енді бізде қазір сол блок алынады. Оның басы ерекшелігі айтайын ба? Ол деген бір блоктарды, любой блоктарды копировать ете алады. Мен қазір сіздерге көрсетейін. Мысалы, мен топырақты копировать еткім келді. Бірақ ол сразу копировать етілмейді. Ол үшін бізге көмір керек, ол істеу үшін. Міне, кәдімгі көмір емес, бізге мынандай блок керек. Сосын оған бассаңыз, осылай бізде пайда болады. Қараңыз. Міне, осылай постепенно жасай ала береді. Бірақ, достар, мына осындай бір басқа блок сияқты, жат.
қазір енді бұл осылай. Міне достар, осындай бір блок копировать етілді. Мен қазір тағы да копировать еткім келді. Әне, Bedrock'ты қазір ол копировать етеді. Еще мынаны копировать етіп көрейік. Еще осындай бір күшті дауыс шығады. Сіз жазып алғанда өзіңіздеріңіз көресіздер. Ссылка в описании бұл мод достар. О, әне, уже копировать етілді. Bedrock, міне. Анау енді копировать етіп жүр. Әне, енді мынау қазір ағаш копировать етіледі. Мәссаған копировать етілді осындай бір керемет мод достар. Не, осылай ол көрінеді, бірақ что-то ол деген магнетитқа қатты ұқсайды екен, қараңыздар. Ұқсайды ғой, қараңыз. Мысалы былай ажыратып көріңізші. Қайсы магнетит, қайсы ана блок клонер. Қатты бір-біріне ұқсайды, бірақ мына жерден көрсе болады. Мына жерде бірақ бір түрлі бір жазулар шығады, зато бұл күшті блок достар. Мынандай стрелкасы бар, еще өзінің анимациясы бар. Давайте. Менен тағы да бірдене копировать еткім келеді. Анда сізден былай чит қолдансаңыз, бір алмазны блок жасап аласыз да, оның копиясын жасайсыз. Сондай бір күшті зат. Достарыңыз таңғалатын шығар бұған. Жайт, ссылка описаниеде бұл модқа. Міне копировать етіп жатыр одан сайын. Жайт, нормально. Міне осындай керемет мод достар. Бірақ бірдене айтайын. Бізге мынандай угіл керек. Ал мынандаймен істемейді ол, қараңыздар. Кәдімгі угілмен ол істемейді. Бізге угілдан жасалған блок керек, обязательно. Қараңыздар. Ол вообще істемейді. Ой. Қараңыздар. Және ол вообще істемейді. Сол үшін бізге мынандай керек. Міне, осындай угілмен енді істейді. Міне достар, осындай бүгінгі видео болды. Лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Менің каналыма жазылыңыздар. Тағы да келесі видеоға идея жіберіңіздер комментарийға. Ал онда біз келесі кездесейінше. Онда сау болыңыздар достар.